Жобаның тақырыбы синергетика медицинада. Мазмұны: теориялық бөлім синергетика және медицина. Практикалық бөлім медициналық диагностикада синергетика. Қорытынды: зерттеудің өзектілігі. Синергетика бұл түрлі жүйелердің табиғатына қарамастан өзін-өзі ұйымдастыру үрдістерін басқаратын қағидалар бірдей болатын. Сол қағидаларды сипаттау үшін жалпы математикалық құрылғыны қолдануды талап ететін көпсалалы ғылыми тәсіл. Синергетика медициналық зерттеулер мен тәжірибеде жаңа шешімдер мен инновациялар ұсына отырып, ауруларды емдеудің және адамның денсаулығын сақтаудың тиімді тәсілдерін табуға мүмкіндік беруде. Осы айтылған ойды қорытындылай келе таңдалған тақырып синергетика медицинада өзекті деп айта аламыз. Зерттеу болжамы: адам ағзасындағы биологиялық жүйелер өзін-өзі ұйымдастыратын күрделі жүйе болып табылады. Егер медициналық құрылымды емдеу әдістерін және аурулардың дамуын синергетикалық тұрғыдан қарастырсақ, онда емдеу тиімділігін арттыру және ағзаның табиғи қалпына келу тәсілдерін күшейтуге болады. Зерттеудің мақсаты: синергетикалық қағиданың медицинадағы қолданылуын зерттеп, талдай отырып, медицинада синергетикалық әдістерді қолдану негізін ұсыну. Зерттеудің міндеті: синергетика ғылымының қағидалары мен ұжымдарын және оларды медициналық зерттеумен байланыстыру, ағзадағы әртүрлі физиологиялық және патологиялық жүйелердің синергетикалық қарым-қатынасын зерттеу, аурулардың синергетикалық табиғатын анықтау. Зерттеудің нысаны: медициналық үрдістер. Ғылыми жаңалығы: медицинада синергетикалық әдістерді қолдану арқылы адамның денсаулығының нашарлау себептерін тереңірек түсіну және емдеу әдістерін жетілдіріп толық мүмкіндік береді. Практикалық маңыздылығы: синергетикалық тәсілдерді медицинада қолдану арқылы келесі практикалық нәтижелерге қол жеткізуге болады. Құрылым: аурулардың ерте кезеңдерін анықтау үшін ағзадағы құрылымдық өзгерістерді бақылау және талдау әдістерін жетілдіру. Синергетика ұғымы: синергетика бұл күрделі жүйелердің өзара әрекеттесуі мен ұйымдасуы, реттелуі және хаос жағдайларында өзгерістерді зерттейтін ғылым саласы. Синергетикада негізінен жүйелердің құрылымы мен олардың өзара әрекеттесуін талдау, сондай-ақ жүйелердің биоорганикалық және биологиялық табиғатына тәртіп пен хаостың арақатынасы қарастырылады. Синергетика ұғымының түпкі мағынасы: бірлесіп әрекет ету немесе бірлескен күш. Синергетика бұл тек нақты ғылыми зерттеу әдістерінің әдіснамалық жүйелердің теориялық құрылымдардың ерекше сипаты ғана емес, сонымен қатар оларды постклассикалық ғылымның жаңа өлшемдеріне аудару. Бұл өз кезегінде тиісті категориялық құрылғының қалыптасуына көрініс табады. Синергетика өзіне тән зерттеу пәнін қалыптастырады. Ол ашық, бейсызық жүйелерді, табиғаттың, қоғамның және көптеген жасанды жүйелердің тәртіпсіздігін тәртіпке өту заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейді. Кезеңдері: классикалық кезең: жүйелердің механикалық және термодинамикалық заңдылықтары детерминизмге негізделген. Негізгі өкілдері: Пригожин, Хакен. Қолдану саласы: физика, химия, биология. Постклассикалық кезең: күрделі жүйелердің өзін-өзі ұйымдастыру, ашық жүйелер, хаос және тартындылар теориясы. Негізгі өкілдері: Ласло, Мамардашвили, Курдюмов. Қолданылатын саласы: медицинада, экономика, әлеуметтану, психологияда жақсы қолданылады. Кибернетика мен математикалық модельдеумен және жүйелі көзқараспен тығыз байланыста болатын синергетика материяның өзін-өзі қозғау және даму, материалдық пен рухани арасындағы байланысы туралы түсініктерімізді кеңейтеді. Табиғаттағы эволюциялық үрдістерді, өмір мен адамның пайда болуының үрдістеріне, сондай-ақ адамзат өркениетінің болашағын мүмкіндіктеріне косметологиялық кеңістік уақыттық ауқымда басқа көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Синергетиканың ерекшелігі оның ашық жүйелердегі өзін-өзі ұйымдастыру үрдістерін бейсіздік ойлау тұрғысынан зерттеу болып табылады. Зерттеу объектісі: бұл тәртіпсіздіктен тәртіпке және керісінше өтетін күрделі ұйымдастырылған теңгерімсіз жүйелердің әртүрлі кезеңдердегі жағдайы. Синергетика әлі толық қалыптасқан ғылым емес, ол даму мен қалыптасу кезеңінде тұр. Білім беру саласында дербес оқу пәні ретінде енуде. Көпсалалы зерттеудің және жаңа бағытының әртүрлі білім салаларының өкілдері қосылып, өздерінің бастапқы мамандануынан синергетикалық идеяларын түсінуге ұмтылуда. Физика мен математикадан бастап биологиялық және химия, философия, социология, экономика және кибернетикаға, информатика мен технологияға дейін. Синергетика қазіргі ғылымға әлемді тану, көптеген құбылыстар мен даму парадокстарын дәстүрлі емес түсіндіруде, түбегейлі жаңа шекараларға шығуға мүмкіндік береді. Осыдан қазіргі таңда синергетиканың әрбір білімді адам ең алдымен ғалым,
басшы, инженер, экономист, кәсіпкер, педагог сияқты кәсіби міндеттері бойынша табиғаттану және қоғамтану ғылымдарындағы қазіргі революциядан тыс қала алмайтын адамдардың зерттеуінің маңызы түсінігі бола түседі. Медициналық синергетиканың парадигмалары. Синергетиканың классикалық парадигмасы медицинада бұл адам ағзасына үдерістерді бессыздық динамика, өзін-өзі ұйымдастыру және жүйелік тәсіл тұрғысынан түсіндіру. Синергетика физика, математика, биология және кибернетиканың тоғысынан пайда болатын ғылыми бағыт. Кейіннен ол медицинада кеңінен қолданылып келеді. Медициналық синергетиканың неклассикалық парадигмасы. Бұл классикалық синергетиканың көзқарасынан ерекшеленетін адам ағзасын, денсаулық пен ауруды көпдеңгейлі динамикалық және субъект ретінде қабылдайтын жаңа тәсіл. Медициналық синергетиканың постклассикалық парадигмасы. Бұл синергетиканың дамуындағы жаңа кезең. Онда классикалық және неклассикалық тәсілдер бірігеді және оларды когнитивтік ғылымдармен, кванттық көзқарастармен, ақпараттық технологиялармен, жүйелік биоэтикамен және трансдисциплинарлық тәсілмен толықтырады. Пост-этноклассикалық синергетика. Бұл медицинаның заманауи интегративті, гуманистік, онтологиялық тұрғыдан ашық тәсілі. Ол адамды тек биологиялық емес, психологиялық жүйе ретінде емес, сонымен қатар экзистенциалдық, рухани, мәдени және мағыналы қырлармен бірге қарастырады. Бұл парадигма философиямен, биоэтикамен және гуманитарлық ғылымдармен терең диалог құрады. Неклассикалық синергетикалық қолданылуы. Паллиативті көмек. Өмірдің соңғы кезеңінде қадір қасиеті, мағынаны және сапаны қолдану. Нарративті медицина. Ауру тарихын айтып, тұлғаның ішкі әлемін қалпына келтіру. Психотерапия. Мағына дағдарысы, сенімін жоғалту. Экзистенциялық қорқынышпен жұмыс. Интерактивті онкология. Биомедициналық емдеу. Психоэмоционалдық қолдау және мағынамен сүйемелдеу. Қолдану салалары. Персонализирленген және предиктивті медицина. Нақты адамға бағытталған модельдер, ДНК-ға, өмір салтын негізделген ем. Цифрлық денсаулық сақтау жүйелері, телемедицина, смарт сағаттар арқылы физиологиялық мәліметтер жинау. Нейротехнологиялар, психосоматикалық және интерактивті бағыттар, қалпына келтіруші медицина және биотика. Медицина және үшінші медицина түсінігі. Медицина адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, сырқаттарды емдеу мен аурулардың алдын алу, денсаулық пен жұмыс қабілеттілік жағдайындағы адамзат қоғамда ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс, әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі. Үшінші медицина термині Попов пен адам туралы білім, өзара көмек және емдеу қызметі саласының жаңа жағдайын белгілеу үшін ұсынылған. Мұнда дәрігер мен пациенттің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру арқылы синергетикалық өзін-өзі ұйымдастыру мен өзін-өзі реттеу процестерінде орын беру мақсаты қойылады. Сондықтан үшінші медицина бұл альтернативті медицина емес. Мұнда ең жақын термин жүйелік интегралды медицина. Оны В. Коновалов қолданады. Сонымен қатар автопоэтикалық факторлардың мағынасы рекурсия және рекурсивті өзін-өзі ұйымдастыру туралы түсініктермен нақтыланған жаңа медициналық парадигма туралы айтуға болады. Үшінші медицина бұл кездесу медицинасындағы өзін-өзі ұйымдастыру парадигмасы, диалогтың жаңа үлгісін ұсынады. Сонымен бірге олар қазіргі заманғы ғылыми біліммен тығыз байланысты және табиғат пен диалогтың жаңа моделін қалыптастыруға бағытталған. Бұл тұрғыда үшінші медицина синергетикалық медицина ретінде жүйелік тәсілдер мен кибернетика идеяларын мұра етіп алады. Мұнда кері байланыс, позитивті және негативті түсінігі ерекше маңызды. Бұл медицина организмді тек кибернетикалық гомеостаз ретінде ғана емес, сонымен қатар өзін-өзі реттейтін құрылымдар жиынтығы ретінде қабылдайды. Күрделі патологиялық жүйелер үшін синергетикалық тәсілдерді қолдану. Медицинада синергетикалық қағидалар мен тәсілдер ауруларды құрылымдарда емдеуде және алдын алуда көзқарастар мен мүмкіндіктер ашады. Синергетиканың медицинадағы маңызын бірнеше негізгі тармақтарға бөлуге болады. Ағзаның жүйесі, табиғатын түсіну. Синергетика адамның биологиялық жүйелерін өзара әрекеттесуін зерттейді. Күрделі аурулардың даму тәсілдерін талдау. Синергетика көп тәсілді аурулар, мысалы қатерлі ісіктер, жүрек-қан тамыр аурулары, қант диабеті сияқты патологиялардың даму тәсілдерін түсінуге көмектеседі. Ауруларды емдеудің жаңа әдістерін әзірлеу. Синергетикалық қағидаларды қолдану медициналық терапияда және жаңа тәсілдер мен әдістерді енгізуде ықпал етеді. Мысалы жүйелі терапия, яғни ағзаның
барлық жүйелеріне әсер ететін әдістер. Синергетикалық моделдер негізделген бұл әдістер ағзаның өзін-өзі реттеу қасиеттерін пайдаланып ауруларды емдеуде тиімді нәтиже беруге мүмкіндік береді. Иммундық және басқа да жүйелердің өзара әрекеттесуін зерттеу. Синергетика иммундық жүйе мен басқа да ағза жүйелерінің өзара байланысын түсінуде маңызды. Бұл жүйелердің бірін-бірі әсер етуі, олардың өзара әрекеттесуінің реттелуі көптеген аурулардың дамуына ықпал етеді. Прогноздың және құрылымдық модельдер. Синергетика әдістерінің медициналық құрылымына мүмкіндік ұсынады. Күрделі жүйелердің ағза мен оның жүйелерінің өзара әрекеттесуін талдау арқылы дәрігерлердің ауру дамуын ықтималдығын болжауға және дұрыс емдеу жолын таңдауға мүмкіндік алады. Бұл синергетикалық модельдер медициналық тәжірибеде жаңа жолдар ашады. Көп тәсілді ауруларды зерттеу. Синергетикалық модельдер мен көп тәсілді ауруларды зерттеу аса маңызды. Құрылымы мен емдеу. Синергетикалық әдістерді қолдану арқылы аурулардың ерте кезеңде диагноз қоюға және олардың даму болжамдарын анықтауға болады. Синергетикалық модельдерді медициналық үрдісте қолдану келесі маңызды тармақтарды қамтиды. Аурулардың көп түрді дамуы. Синергетика модельдері арқылы күрделі аурулардың даму тәсілдерін түсінуге жеңілдейді. Құрылым мен болжам жасау. Синергетикалық модельдер арқылы аурулардың дамуына болжауға және олардың клиникалық көрінісін ерте кезеңдерде анықтауға болады. Емдеу мен терапия. Синергетикалық модельдер ауруларды емдеуде жүйелі тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді. Реабилитация және қалпына келтіру. Ағзадағы жүйелердің өзара әрекеттесуін зерттеу арқылы науқастардың қалпына келу үдерістерін жақсартуға болады. Синергетикалық модельдердің ерекшеліктері мен артықшылықтары. Күрделілік пен көпдеңгейлілік. Синергетикалық модельдер медицинадағы ағзаның барлық деңгейде үдерістерінің өзара байланысын ескереді. Жоғарғы болжамдық мүмкіндіктер. Синергетикалық тәсілдер арқылы аурулардың даму ықтималдығын және олардың ағзаға әсерін алдын ала болжауға болады. Жаңа емдеу әдістері. Синергетикалық модельдер мен жаңа терапевтік әдістер, соның ішінде молекулалық, биологиялық, генетикалық негізінде әдістер дамуға жол ашады. Синергетиканың әдістерінің негізгі мақсаты ағзада түрлі жүйелердің бір-бірімен үйлесімді жұмыс істеу, аурудың түпкі себептерін жою болып табылады. Олардың арасында жүйелі терапия. Бұл ауруды емдеудің синергетикалық тәсілі. Ол ағзаның барлық жүйелерін біртұтас қарастырады. Қалпына келтіру және реабилитация. Синергетикалық әдістер аурудың емделінен кейін қалпына келтіру үдерістерінде де қолданылуы мүмкін. Биоэнергиялық терапия. Синергетиканың әдістерінің ішінде биоэнергетикалық терапия да маңызды орын алады. Интерактивті медицина. Интерактивті медицина бұл дәстүрлі альтернативті емдеу әдістерінің үйлесімі. Психоматикалық терапия. Синергетика психоматикалық жағдайларда маңызды рөл атқарады. Себебі психоэмоционалдық жағдай мен ағза арасындағы өзара байланыс терең зерттеледі. Аурулардың синергетикалық табиғаты. Бұл күрделі биологиялық, физиологиялық және экологиялық желілердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын аурулардың көп тәсілді сипаттамасын білдіреді. Синергетикалық табиғат ағзадағы түрлі жүйелердің бір-бірімен байланысы мен үйлесімдігі арқылы аурулардың дамуын түсіндіреді. Синергетикалық ауруларда құрылымдық өзгерістер жиі байқалады. Бұл өзгерістер көбінесе ағзадағы бір жүйенің бұзылуынан кейін басқа жүйелердің өзара бұзылуына алып келеді. Мысалы, қатерлі ісік ауруы кезінде жасуша деңгейіндегі өзгерістер бүкіл ағзаға таралуы мүмкін. Сондықтан ауруды емдетуде тек ісіктің ғана емес, бүкіл ағзаның жағдайына назар аудару қажет. Синергетикалық модельдердің келешегі. Бұл қазіргі медицинаның биологиялық көпжақты және құрылымдық үрдістерін зерттеуде жаңа мүмкіндіктер мен үміттерді білдіреді. Синергетикалық модельдердің медициналық және биологиялық үрдістерін қолдану келешегі бірнеше негізгі тәсілдерге байланысты. Бірінші, ғылыми технологиялық жетістіктер. Соңғы жылдары биотехнологиялық, молекулалық, биологиялық, компьютерлік ғылымдар мен жасанды интеллект саласындағы жетістіктер синергетикалық модельдердің қолданысы аясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Деректердің қолжетімділігі және үлкен деректерді өңдеу. Қазіргі кезде медициналық мәліметтер мен биологиялық ақпараттар үлкен көлемде жиналуда. Кешенді тәсілдердің қажеттілігі. Синергетикалық модельдер ауруларды тек бір жүйеден немесе органнан емес, ағзаның барлық деңгейлерінен қарастыруға мүмкіндік береді. Синергетикалық модельдер медициналық әртүрлі салаларында кеңінен қолданылуы мүмкін. Медициналық құрылымы. Синергетикалық модельдер аурулардың құрылымында жаңа мүмкіндіктер ашады. Емдеу әдістерінің жеке бейімделуі. Синтетикалық модельдер мен әр науқастың генетикалық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып емдеу әдістерін жеке бейімдеуге мүмкіндік береді. Нейробиология және нейроиммунология. Нейроиммунологиялық аурулардың дамуында жүйке жүйесі иммундық жүйенің өзара әрекеттесуі маңызды рөл атқарады. Жаңа терапевтік әдістердің дамуы. Синергетикалық модельдердің аурулардың өзара байланысын сипаттап ескере отырып жаңа терапевтік әдістерді дамытуда маңызды рөл атқарады. Мысалы, клеткалық терапия мен гендік терапия. Қорытынды. Синергетика мен медицинадағы болашақ мүмкіндіктері. Бұл қазіргі уақытта медицина мен биологиялық түрлі салаларында кеңінен қолданылып жатқан тұжырымдамалардың бірі болып табылады. Синергетика арқылы аурулардың күрделі себептерін түсіну, құрылымдық емдеуді енгізу, жаңа медицинаның дамыту, сондай-ақ жаңа терапевтикалық әдістерді енгізу мүмкіндік болады. Бұл әдістер аурулардың ерте кезеңдерін анықтауға және олардың кешенді түрде емдеуге ықпал етеді.
синергетика мен медицинаның қиылысуы медицинаның жаңа ғылыми бағыттарына жол ашады. Синергетикалық көзқарас аурулардың көп тәсілді табиғатын терең түсінуге мүмкіндік беріп, ағзаның жүйелерінің өзара әрекеттесуін зерттеуге ықпал етеді. Бұл тәсілдер құрылым мен емдеуде дәстүрлі әдістерді жақсартып, ауруларды кешенді түрде емдеуге мүмкіндік береді. Синергетикалық зерттеулер медициналық тәжірибеде жаңа құрылымдық және емдеу әдістерін ұсынады. Ғылыми зерттеулер нәтижесінде жаңа медициналық құрылымдық бақылау және жаңа терапевтік әдістер қолданысқа енеді. Бұл жаңалықтарды ауруларды ертерек анықтау мен тиімділігін арттыру, сондай-ақ науқастардың жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.